Енді, Жандәулет, жаңағы талаптарыңды қазір естіп, Аида кәдімге таңғалып отыр. Айданың таңғалуы орынды. Енді Айданың сөзіне сенсем. Өйткені айтады, кеше кездестік, киімім қысқа ма деп сұрадым, жоқ деді. Мынаны былай өзгертейін бе деп сұрадым, жоқ деді. Ал қазір неге бұл әңгімені ортаға шығарып отырғанын мен түсініп тұрған жоқпын дейді. Заңда неге? Неге болғанда былай ғой жалпы. Бұл менен сұрады, негіз қандай киімдер ұнайды, саған қалай киген деп. Аида сенен сұрады. Иә, Аида сұрады. Сосын мен айттым, маған ұзын кигенімдер ұнайды дедім. Сосын айтты, ертең кеше эфирге шығатын кезде, алдыңғы эфирге шығатын кезде, мен қысқа киіп шығамын, ештеңе кие алмай ма деді. Мен бір рет айттым, ұзының жоқ бе дедім, да қысқа киім дайын тұр деді. Жарайды. Просто мен андай бір рет айтам, егер ол бірден жарайды демесе, уже екінші рет айтқым келмейді, шыны керек. Оның көңілі қалап тұрса, сол нәрсені жарайды істесін, соның көңілі өйткені. Кеше бірінші кездескенде де айттым ғой, бірінші осы қыздың ырғағымен жүрдік деп, осы қыз не айтты, соны істедік деп, сол секілді. Енді кішкене өзімнің талаптарымды шығара бастадым. Енді айттым ғой, екіншіден бастап өзім айтқан істетем деп. Бірақ қыз айтады, мен егер жоқ ұзын ки десе күйеуге дайынмын деп тұр. Жоқ, қарсылығын білдіріп тұрған жоқ қой, солай ғой Аида? Иә. Солай, е? Солай. Қателесіп тұрған жоқ. Мен что-то түсінбедім. Бізға бәрі уақытымен болады ғой? Өзім сұрадым, біресе былай дейді, біресе былай дейді, вообще. Өзіне не керек екенін білмей ма, или сондай? Айяның жаңағы айтқаны одан да таңғалдырды. Тіпті Жандәулет өзіне қандай қыз ұнайтынын білмейді деп отырсың, е? Айтады, типаж дейді ғой, өзіне бір ұнайтын типажды қыз жоқ. Және де Аида келіп отыр ғой қазір. Аида бәріне көніп отыр. Бірақ Жандәулетке Аида барлық болмысымен ұнамай отыр да, қыз көніп отқан күннің өзінде жоқ деп отыр да Жандәулет. Сол себепті жай ғана енді бір ішіндегісін айтып отқан сияқты, маған қыз ұнамайды дегенде. Енді бұл жерде Аида өзі бас тартпаса, енді жігіт өзін не қаларын білмейді, неға келіп отыр. Жандәулет, мен саған бір мысал келтірейін. Мысалы, мен бір тәтті жегім кеп тұр, мысалы, халимен кішкене мысал келтірейінші. Мен тәтті жегім кеп тұр. Келдім дүкенге, айтам, мен шоколадты бірдеме жегім келеді. Ішінде печеньесі де болсын. Сондай бір қытырлақ бірдемен жегім кеп тұр, бірақ шоколадпен. Деймде, қарайым, мына жерде міне шоколады да бар, печеньесі де бар, басқасы да бар. Ойлайым, мынау жақсы екен ғой. Оның үстіне күнде Шақкел мен Дияны жейтін дүние екен ғой. Осыны алайыншы деп, маған халлей беріңізші деп сұрайым. Сонда маған халлей береді. Оны сатып алам, бақытты болам. Егер мен дүкенге келіп, сатушыға айтсам, сатушы ханым, мен бірдеме алғым кеп тұр, бірақ әлі білмеймін не екенін. Ол айтады, су ішкіңіз кеп тұр ма? Суға ұқсайтын бірден келді. Суда болады негізі, бірақ білмеймін енді, басқа бір газдалған сусын алсам ба екен. Мүмкін вообще пирожки алайын ба? Білмеймін деп отырсаң, сатушы ешқашан саған бірдеме сата алмайды. Сен де ештеңе сатып ала алмайсың. Түсінесің бе осыны? Түсініп тұрмын, иә. Сондықтан қазір нақтылап кетші, қандай қызды елестетесің. Мысалы, қазақи қыз, қазақи келіншектің, нағыз ананың образы қазіргі таңда жастардың арасында кім десе, мысалы, көбілері қарақат дейді, бірден. Қарақат әбілден жетігенмен ойнайды, кәдімгідей үнемі мысалы осы қазақи образда жүреді, әндері де соған үйлесімді, кәдімгі бір болмысы бар солай қалыптасқан. Осы қарақат сияқты бір аруды кездестірсем шіркін деп, соған ұқсас біреуді іздейді өмірден. Мысалы, өткен жолы айттың, Мөлдір Әуелбекова деді. Ал енді Мөлдір Әуелбекованың қай мінездеріне бола, сен ол кісіні кәдімгідей қай мінездерін ұнаттың, және сол қай мінездерін Мөлдірдегі бар, басқа қыздардан іздейсің. Соны дұрыстап саралап берші. Енді Мөлдір өйтіп айтпай қой, біреудің мынаған ұқсатам, бүйтем деп. Жалпы мен жақсы көретін қыз бала кезден кәдімгідей бала кезде мысалы өседі ғой. Сол кезден бастап кәдімгідей ұзын киініп, бір жақсы жағынан тәрбиеленген, жаман деп айта алмайсың ғой, ешкімді барлығы жақсы тәрбиеленген ғой, бірақ кішкене де осы имандылық жақтан тәрбие алған, мысалға, өмірінде мысалға, өмірінде демей-ақ қой, мысалға, білдім, клубқа бармайтындар, мысалға, ішпейтіндер, мысалы, көп қой, мысалы, сондай қыздар ұнайды да маған, мысалы, всегда жабық киім жүретін, мысалға, аузынан артық сөз шықпайтын, әрқашанда сіз деп сыйлайтын, вот сондай қыздар. Бірақ соған қарамастан Наргизге келдің. Неге Наргиз нормально болды? Наргиз нормальный емес деп тұрған өмірі көңіл көтер орнына барған жоқ, үнемі жабық киініп жүреді. Киген киімдердің бәрі ұзын болды Наргиздің, е?
мен жанымда бірақ ұзын киім жүрші шыны керек. Жандәулет. Жоқ, сенің жаныңда жүргеннен бұрын қалауымнан көріп ұнатып келдің ғой. Ол кездері ұзын киіп, басына орамал тағып жүрген Наргизді байқаған жоқпын мен негізі. Сендер түсініп отырсыңдар ма? Мен түсінбей отырмын. Түсініп отыр ғой. Нұрсұлтан, сен Жандәулетпен кәдімгідей араласасың ғой, дос ретінде. Сен түсіндіріп берші, мүмкін Жандәулет қобалжып отырған шығар. Жалпы таңғалып отырмын мен аяқ айтқан сөзден кейін. Сен мысалы өзіңе қандай қыз керектігін білмесең, онда сенің бағытың жоқ, бағдарың жоқ. Эфирге не үшін келгеніңді білмейсің деген сөз. Логично шығатын нәрсе да ол. Отырғаныңа мысалы 4 ай болды. 4 айдың ішінде сен өзіңе қандай қызы керектігін білмей отыра берсең, сен қалауымның 410-ына қатыссаң да аттап алмайсың қызды. Сол үшін нақты эфирге дейін ойланып келетін дүниені сен қазір ойланып отырсың, қандай қыз керектігін білмей. Соның кесірінен мысалы үміткерлер келіп жатыр, бірақ сен өзіңе қандай қыз керектігін білмегендіктен олар келіп қайттан кетеді. Айданың айтары бар екен. Енді былай да Біз мысалға. кездесеміз ғой. Кездескен кезде мен одан сұраймын, кететін кезде не шештің, қалай, ұнадың ба деймін да. Ол айтады, ертең көреміз, білмеймін дейді. В общем, Білмейді. өзі білмейді. Жоқ, былай Нұрсұлтанға жауап берсем бола ма? Мысалы Нұрсұлтан мысалы Аяда бар мысалы, мен сендер талаптарымды айтамын да, бірақ сендер сол талапқа қарсы маған бір қыз тауып бересіңдер ма мысалға? Сол сөзді айтқанның сендердің бір нәрсе шыға ма мысалға? Жоқ, сен не істейсің мысалға оны айт. Соны айтсаң, көріп отқан қыздар. Жоқ, мен саған жеке айтып сен маған бір қыз тауып бересің ма мысалы? Ой, нағыз болады екен Патқа. Жоқ, мен саған эфирде айтып жатырмын, эфирде айтып айтып отырып қой енді эфирде. Сен қазір айтып отырсың, 4 ай бұрын айту керек еді. Қазір ренжіп отқан Мысалы шығарсың, қара, айтып қойды деген. эфирдің сыртында қызға айттың да, сен киімің нормально дедің да, эфирге келесің да, ұзын кию керек еді дедің. Сонда сен қай жерде мас киіп жатсың, соны түсінбей жатырмын. Мен сыртта да айттым, негізі ұзын болса жақсы болады дедім. Ау? Сен мен қасымызда болған жоқсың, Нұрсұлтан? Ал жаңа тағы да секіріп кеттің сен. Мақұл бір өзің киетін көйлегің болса кие бер деп айттың. Сен сонда сынып кеттің ғой уже өзің принципіңнен. Сынып кеткен жоқпын мен. Сен кидірмеу керек еді. Мен бұған айттым, сыртта айттым. Маған негізі ұзын кигенді ұнайды. Ұзының бар ма деді, бұл айтты. Ертең мен қысқамен шықсам бола алмайды, ұстайды, мен өзім көр дедім. Сен айт, болмайды, кимейсің де бол. Мен бір рет айттым, екінші рет не істеймін мен қайта. Сен принциптар не үшін керек онда сен айтқан болсың? Сен не жұмысың бар онда? Айта бер. Жоқ, негізі Жандәулет, біз мысалы жаман болсын деп айтқан жоқпын. Жай ғана сенің бір өзінің қызбен жүрмегендіктен бір представлениең жоқ деп айттым да. Сен жаман болсын деп айтқан жоқпын. Жай ғана сені бір енді қызда біртүрлі болып қалмасын, сен де өзің талабың болмағаннан кейін сол себепті айттым. Енді ер азаматсың ғой, нақты айт. Барды бар, жоқты жоқ. Келмейміз бір-бірімізге. Ол осындай, мен осындаймын. Вообще сай кимейміз. Саған мен сонда менің талабым керек па саған? Жоқ, әлде мысалы қыз көрейін десе, жарайды, онда өзгертіп көрейін. Кәдімгідей жаңағы бүкіл сипаттамаға сай келетін болсаң, онда сені де болашақ жар ретінде көремін деген сияқты. Солай ма, Диана? Барлықтар Жандәулетке жабылып жатыр да, енді айтайыншы. Қызға жоқ, қызға айтайыншы. Мысал ретінде айтайыншы сіздерге, алып қашып кетсе қалай қарайсың негізінде? Алып қашып кетсе. Иә, тоқтай тұрсаңыздаршы, енді мысал ретінде айтады, сізді алып қашып кетсе қалай қарайсыз? Айтар ой бар. Жақсы қараймын, нормально. Жақсы қарайсыз ба? Танымайтын адам болса да ма? Жоқ, танымайтын адам емес, танысып жүрген адам. Жүріп жүрген жігітіңіз алып қашса? Иә, енді былай қояйықшы, мысалға Жандәулет кеше айтыпты да сізге мысал ретінде қысқа киген ұнай ма деп өзіңіз сұрағансыз, иә? Ол мысалға айтты, бір рет айттыңыз ғой, ұзын киген дұрыс енді деп. Кездесуге шыққан кезде 5-ақ минут қой, киімді ауыстыра салып, ниетіңіз болса, киіміңізді ауыстыра салып, просто шыға салсаңыз да болады. Может, жігітке нақылатын бедіңіз. Сен біздің қасымызда болған жоқсың кеше, и сен көрген жоқсың. Мен кеше қысқа киген жоқпын, вообще-то. Жоқ, енді мен мысал ретінде айтып отырмын ғой, егерде ниетіңіз болса деген мағынада. Мен одан сұрадым, мен одан всегда сұраймын, мен оны тыңдаймын. Сен біздің қасымызда болған жоқсың. Жоқ, Дианаға айтып кетейінші, Дианаға айтайын. Жандәулетке жабылып жатқан жоқ. Жай ғана өзіміздің көрген нәрсемізді айтып жатырмыз, және де алып қашу жерге не үшін қойылған түсініп тұрған жоқпын. Негізінде сол жағынан сұрақ қойылса, сол жағынан темаға байланысты айтайық. Бұл тақырып қой, осы жағынан тек қана Жандәулетке қатысты болып тұр. Және де Жандәулет жаңа айтып жатсың ғой, қыз тауып беріңдер, не үшін сұрадыңдар дегенде. Сен қалауымда отырсың, қалауымда отқаннан кейін саған осы редактор ұжымы қыз тауып алып келіп отыр. Сен редактор емессің? Сен таңдап алып келіп отыр. Сен таңдап келіп отыр. Бірақ сен өзінің бір неңді алдында бір қыз жоқ та, осындай болу керек, айтып тұрсың, иә, жабық киіну керек, үйде отыру керек деген сияқты. Просто сен ортаға шықпағаннан кейін, көп уақыт бойы, 4 ай уақыт болғаннан кейін, қыз да білмей келген, түсініп тұрсың ба? Қыз біліп келсе мүмкін келмес пе еді. Сонда мен саған айтқанда сен бұл қызға айтатын дедің сонда алдын ала? Мен бұған айтқан жоқ, мен қыз келіп отыр, мен айтып отырмын. Жоқ, негізі ебепке себеп дейді ғой. Мысалы, Ая осы сұрақты қойды, біз осы сұрақтың жауабын аламыз. Эфирде көріп отырған бір аруға ол сөз ұнайды. Немесе
міне мен ертең келем деп отырған. Егер Жандәулет үміткерін қайтарып жіберсе, мен ертең ұсыныс тастаймын деп отырған қыз, ойбай, мынандай бар ма? Жоқ онда деп ойлап қалуы мүмкін. Және ол көмек кәдімгідей. Саған деген көмек. Жоқ, рас нәрсе, мысалға мен сыртта отырып Жандәулетті көрсем, ойбай, осы нәрсе мен келмейтін едім. Ертең мен позорым шығып, несіне келем? Мен сонда біліп отырмын, ойбай, орамал тақты, мен келмеймін. Жоқ, Нұрсұлтан келген кезде, рас, Нұрсұлтан айтты, заманауимын деді, моделімін деді, мен де моделімін, маған ұнайды деді, осылай суретке түсе берсін, ешқандай талабым жоқ деді. Сол үшін мен Нұрсұлтанға келдім, болды. Бірақ Жандәулеттің осындай талаптары бола тұра, неге Наргизге келді деген сұрақ менде тұр. Жарайды, Баржан, сен айтшы, соң кейін сұраймын мен. Жандәулет оның алдында айтты ғой, талаптарын айтты, өз-өзіне жарнамада да айтты. Тура қазір қайталаған нәрсені айтты. Жандәулетті бір нәрсе түрін елестете алмай жатыр, қандай керек екенін елестете алмайды, фактураны. Және бірақ нәрсе, қайтса қыз ұнамаған, не үшін ұнамағанды өзі түсінбейді. Майда-майда нәрселерді көпсіз да, соны ашып айта алмады. Мүмкін бүйтіп қыздың бетіне қарап, Аида, әңгімеші, сұлусың, көріктісің, бақытты болуға лайықтысың, бірақ ренжімесең, сен Аққудың сұлусың, мен бүркіттімін, екеуміз бірге бола алмаймыз. Арамызда сыйластық қалсын, сіз біздік қалсын, мынау пәлен демей-ақ қой. Бірақ менің өмірде көргенің жан-жарым сен емессің. Мен айта салайыншы. Деп айтсақ, қайда оңай болады еді, Жандәулет неден бастан білмеді. Енді Жандәулетке ақыл ретінде айтып жатсың, е? Ақыл ретінде айтып, Жандәулет алдында қандай талап керек екенін айтты. Бірақ бетін білмейді. Мен айта салайыншы. Бетін білмейді. Бөрді андығы мысалы, мен Жандәулет негізі адамға бірінші тұрнау керек. Мен талабым мысалы басқа жақ. Түр басқа жақ болды. Мынандай болған сияқты ғой. Мен өз талаптарымды білем, бірақ бетін білмей жүрем. Толқынды көрдіңде, мына бет екен дедің ба? Енді түсіндім сені. Айтып кетсеңші, менің ойымша Жандәулет ғашық болып көрмеді ғой. Ертең ғашық болып көріп жатса, талабы өзгерер ма? Енді қыз да өзінің ясы болады ғой. Істеймін, істемеймін дейді. Сол кезде мүмкін Жандәулет жарайды, істемесе істемей-ақ қой деп айта салатын сияқты да, менің ойымша. Сол себепті ғашық болып көру керек сияқты. Аида, сіз айтқыңыз келіп тұрды бірден. Мен ойландым да, менде реально желание кетіп қалды. Мен өзім айта салайын. Осы жақтан бәрін бітіре салайық деп айтқым келіп тұр. Өзіңіздің ниетіңіз кетті. Өзім ниетім, иә, қазір. Не себептен? Білмеймін, өзіне не керектігін білмейтін баламен білмеймін. Давай не ойын жалпы, жоқ, олай айтуға қажет жоқ негізі. Өзіне не керектігін білмесе, демек отбасылық өмірде де біз отбасы болып не керектігін білмейміз. Екі ойлы болып жүреді да, іштен кесе алмайды деп ойлаймын. Екі ойлы болады да. Айдахан, айтайын, жоқ, қатты кеттіңіз. Өмірден не керектігін білмейді емес, өмірден не керек екенін біледі. Бірақ сол өмірінде сіз керексіз ба, сіз керек емессіз бе, соны сәл бүйтіп тұрған. Жоқ, былай өзгертейікші, қандай қыз керек екендігін білмейді. Иә, солай, просто қандай қыз керек. Өмірге деп айтса да болады ғой, мысалы, қара Бауыржан, сөз бар. Әуелі жар таңдаудан жаңылма дейді, мамандық таңдаудан жаңылма дейді. Бұл өмірдің 50% демек. Мамандықтан жаңылмады ғой. Қалай жаңылмады? Футболист болғысы келеді, құрылысшы болып жүр. Ал ол тағдыры. Футболист причина жармайсыздар, адам сауайсыз. енді қара, денсаулыққа байланысты. Болмай қалды. Демек енді жаңылған жоқ, бірақ болмай қалды, 50% өмірі әттеген ай болып жүр. Енді екінші 50% басылы мүмкін. Тағдыры футболист болғысы келді, тағдыры денсаулығынан айырды да, строитель болып кетті. Енді ойында да өзінің армандаған қызы бар да, соны алғысы келіп жүріп, тоже басқа қызды алып кетсе де болмайды ғой, так что до конца бар. Сондықтан сол ойындағы қызын негізі былай ғой, Шақкер мырза, мысалға менің өзім көз алдымда бір бейне қыз тұрады да. Мен бұнымен жұп болсам, мысалға да, мен қазір бұнымен жұп болайын жарайды. Бірақ мен ана қызды көрсем, бұл қызды тастауға мәжбүр болып қаламын да. Мен бұл қызды ренжітпес үшін мен қазір ешкіммен де жүріп жүрген жоқпын. Шығып қалатын шығар ол қыз алдымнан деп та. Өйткені ол қыз алдыма шығып қалса, маған бәрі ол қойды. Кім болса да қойды, ол Селена Гомес болса да мен оны тастап кетемін, сол қызға барамын да өйткені. Мен соны күтіп жүрмін, түсінесіздер ме? Түсінемін. Ендеше қыз сенікі ме, сенікі емес пе? Соны түсіну үшін. Сен жалпы қанша уақыт керек саған? Мысалы, Бауыржан келді, мен көзінен байқадым. Бір 3 секундта түсінді. Қасына отырды да, деді, бітті кетті. Ал саған қанша уақыт керек? Сезу үшін, айту үшін емес, әрекет жасау үшін емес. Мына қыз жалпы шыны керек, кез келген нәрседе қыз баланың сырт бейнесі ғой, бірінші очередь. Көресің, егер шынымен кәдімгідей көңіліңде тұрған бір қыздың бейнесі болса, ұнаса, дальше тірлігін істейсің ғой. Түсінікті. Демек, кездесуде неге айтпадың осы? Кездесуде жақсы сөйлесіп отырады да, эфирде вообще
жоқ, сенің айтып отырған дұрыс емес деп тұрған жоқпын. Дұрыс, талаптарың, сенің өмірің, сен өзің қалай өміріңмен, өзіңбе өзің қожа демекші. Мен үміттендір қойды. Иә, қыз келді, кездесті. Кездесу кезінде жаңағы Бауыржан сияқты дұрыстап түсіндіріп айтсаң, бірінші кездесуде менің өзімнің бейнем бар. Маған кеше айтса, мен вообще келмес едім. Міне? Реально, кеше айтса, как есть, мен келмес едім. Реально. Ренжіп тұрсыз ба қазір? Ренжіп тұрған жоқ, наоборот. Ренжімей қайтайықшы. Бос үміт берді дейді жігіт. Сондықтан мен үміттеніп қалдым саған дейді. Үміттенетіндей әңгіме болған жоқ қой жаным ау. Тұра тұрыңыз. Аиданың күдігі пайда болды және Аиданың ынтасы қашты. Мен енді арақатынасы өзім де жалғастырғым келмейді деп. Бірақ біз әлі де Жандәулеттен нақтысын алған жоқпыз. Өйткені Жандәулет айтады, ұнамайды, мына ұнамайды, ана ұнамайды. Бірақ қыз айтады, өзгерем. Және Жандәулет те қазір шешімсіз болып тұр. Ағылан сияқты уақытқа жетпей. Ағылан, не дейсіз? Жоқ, бір аңдай қыпсаздыр ғой, мен кәдімгі жаман адам Жандәулетке негізі былай ойымда сырт келбет маңызды емес сияқты, меніңше жүрегінде иманы маңызды, дұрыс па? Содан кейін үйде отыратын, тамақ істейтін, бытовуха дейді ғой, обычный бытовуха. 24 сағат үйде отыратын, ештеңе істемейді, сондай қыз керек қой саған негізінде. Шлей ондай емес енді. Ағам ол үйтіп сырт көз дегенде ол кез келген жігітке, жоқ, кез келген жігітке сырт бейне ұнайды ғой. Қайсысы тұрып айтады қазір маған ойбай түрі жаман болса да бола береді. Ешқайсысы ондай әңгіме. Жандәулет, сенмен келісемін. Сырт бейне ұнайды. Енді сен примерно айтып кетсеңші. Бізге хабарласқан көрермен бар, көрермен хабарласқан. Сенің пікіріңді де айтып отыр екен. Тыңдайық, иә. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы күн. Қалауыңыз тікелей эфиріндесіз. Саламатсыз ба? Қарағанды қаласына ұзынап тұр едім. Жандәулет бауырымның пікіріне болғанда, өзінің сөзіне бір жауап айтайын деп, неге ол жаңағындай енді өлең жақсы жаңағындай одан бас тартқан қыз иманды қыз деп отыр. Бірақ егер ол ондай қыз дейтін болса қалауымнан емес, менің ойымша медреседен қыздар оқиды ұлаттаса, кәдімгідей ислам мен шариғат үйрететін медреседен алу керек. Соның сөзін береді деп ойлаймын. Түсінікті, орынды пікіріңіз, орынды негізі. Пікіріңізді қайталап кетейін, мүмкін естімей қалған шығар бізде студиямызда. Егер сен ондай қыз іздесең дейді, жаңағы Ағылан айтып отырғандай, жүрегінде иманы бар, басынан орамалын тастамайтын, тек қана ұзын киінетін, онда негізі дұрыс көрерменнің айтып отырған. Онда қызды дейді, сен қалауымнан емес, медреседен ізде дейді. Сондай шариғат құндылықтарын үйрететін және өз еркімен сол құндылықтарға бағынам деп келген қыздардан іздесін онда деп отыр. Айтса ола ма? Айтыңыз, иә. Жалпы, медреседен іздеді деп. Негізі бұл кісі айтып отыр ғой, ондай қыздар медреседе деп. Алдында да бір рет болды ғой, 19 ғасыр бастаған кезде ше. Сол кезде біреу жазып жіберіпті. Ой, сен сияқтылар мешітте болу керек қой деп жазып жіберіпті да. Мешітте жүру керек қой, уағыз айтып дейді да. Кәдімгі қуанып қалдым. Сөйтіп астын оқысам, кеткен ғой, сен сияқтылар қазір заманды құртып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп ше. Сен сияқтылар кәдімгідей, сендер вообще құрыңдар мешіттерін, кәдімгідей сондай бір әңгіме айтады. И мысалы Наксты айтып жатыр қазір медреседе деп. Медреседен бөлек өмірде де мысалы мыналарды қайсы жаман? Бұлар да жақсы қыздар. Бұлардан да шығады мысалға. Жоқ, жаман қыз жоқ. Жалпы мен Аиданы да жаман қыз деп айта алмаймын. Әр адамның өзінің өмірге алған бағыты бар, өзінің ұстанымы бар. Сен мысалы, сен қысқа кидің деп қызды жамандай алмайсың. Мүмкін ол мысалы білімді математик шығар, қайдан білесің? Бірақ саған керегін сен білесің ғой. Бұл жерде жаман жақсы емес, Жандәулеттің қызы қандай деген мәселе. Өмірде де толып жүр ғой Шақкерім мырза, просто жолықпай жатыр да, жолықса сразу іліп аламын ғой. Қармақ дайын тұр ғой бүйтіп. Бірақ олар медреседе көбірек қой деген пікір ғой көрермендік. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Сөйтейікші. Құдай қаласа болады солай. Сол дұрыс солай болады. Аян тағы айтары бар сияқты. Жоқ, жаңа айтып отырған қатысушылардың арасында жаман қыздар жоқ қой деп. Мен бір не еткем ғой, кеше кәдімгі допрос жасағанмын ғой отырып алып. Енді қатысушылардың арасында бір қыз ұнай деп мен. Сөйтсем жоқ дейді. Болды енді басқа не дейсің. Бірақ қатысушылар арасында қыздар жақсы, қайсы жаман дейді да. Енді ойладым, хотя біреу ұнайтын шығар, мүмкін типаж ұнайтын шығар осы қыздың. Алдына шығып жүр, күнде көріп жүрсің, сөйлегені бар, ісі бар дегенде. Жоқ дейді. Жоқ деді. Енді дұрыс қой, өйткені араларында бастарынан орамалын тастамайтын, тобықтан ұзын киетін қыз көріп тұрған жоқпын қазір мен. Иә? Сондықтан Жандәулетке ұнамайтын шығар. Бірақ адам ретінде сыйлайды. Солай ма, Альмира? Маған бүкіл адам ұнайды. Болмайтын сұрақ қояды да. Жоқ, Жандәулет
кешірші енді болмайтын нәрсе, болмайтын пікір, болмайтын сұрақ айттық қой сен үшін бүгін кешке дейін. Ондай болса тыңдама, жалпы сұрамады. Айтқым келгені 4 ай болды ма, келгеніңе 5 ай болды ма білмеймін. Бірақ бір қызығы, саған қандай қыз керек екенін енді айтып жатсың да. Және де енді сондай сұрақтар қойылып жатыр. Және де неге о бастан саған үміткер келмеді деген сұраққа енді жауабын алып жатқан шығарсың деп ойлаймын. Андай болады ғой, аузынан ананың сүтінің дәмі кетпеген балалар болады ғой, білесің бе? Кішкентай балалар есік алдында ойнап жүретін. Өзіне не керек екенін білмейді. Доп па, я оның тебетін аяқ керек па? Жалпы былай айтса бола ма? Альмира негізі былай ғой, самдан сапасы ғой негізі. Ол 60 адаммен жүріп, 60 адам келіп, құры кеткеніне қарай 2 адаммен жоқ болып кеткен. Альмира, тұра тұршы, қазір жарнамаға кетуіміз керек. Сонымен, Аида, сіздің шешіміңіз, сіз өзіңіз жалғастырыңыз келin. Сенің де жалғастыру ниетің жоқ сияқты. Сөйтейік пе? Жарайды, ендеше Аида сізге сәттілік тілеймін. Ең бастысы өмірде не қалайтынын, жаман адам қойып бар ғой. Шынымен өмірде не қалайтынын, қандай қыз іздегенін нақты білетін және сізді көріп, сен маған ұнайсың емес, сен менің жаным боласың дейтін бір жігіт кездесін деп тілеймін. Ал құрметті көрермендер, егер сіз ұзын киім киіп, басыңыздан орамал тастамауға, барлық қазақ әдет ғұрыптарына, келіндік міндетке сай болуға, сонымен қатар жұмыс істемей, үйде отыруға дайын болсаңыз, онда Жандәулет сізді күтеді. Міндетті түрде хабарласыңыздар, өтініш толтырыңыздар. Сізді шығарып салайық. Әдемі кетті ғой.